Шай ішудің зияны туралы білесіз бе? Шайдың пайдасымен бірге зияны да баршылық екен. Сондықтан да бұл сусынды іше білу керек. Аш қарынға шай ішу. Аш қарынға қою шай ішсеңіз, оның салқын табиғаты көкбауыр мен асқазанды суытып жібереді екен. Ал тым ыстық шай тамағымызды, өңеш пен асқазанды қоздырады. Ыстық шайды көптеу ішу бұл органдардың ауруына да алып келуі мүмкін. Шайдың температурасы 56 градустан жоғары болмауы керек. Салқын шай. Жылы және ыстық шай бізді сергітіп оятатын әсер берсе, салқын шай салқынның сақталуы мен қақырықтың жиналуына әкеледі. Тым қою шай. Тым қою шайдың құрамындағы кофеин мен танин бас ауруы мен ұйқысыздыққа апаруы мүмкін. Ал шайды тым ұзақ шығаратын болсаңыз, шай полифенолдары мен эфир майлары өздігінен қышқылданып, шайдың дәмін, иісін бұзады. Сонымен қатар тұрып қалған шайға бактериялар көптеу жиналатынын ұмытпаңыз. Тамақтану алдындағы шай. Тамақтану алдында шай ішу сілекейдің суытуына апарады. Яғни тағам дәмі сезілмей, ас қорыту органдары протеин уақытша игере қылмай қалуыңыз мүмкін. Тамақтанудан кейінгі шай. Тамақтану кейін бірден шай ішу ас қорытуды бәсеңдетіп, ас қорыту органдарының жұмысын бұзады. Шай ішкіңіз келсе, жарты сағаттай тамақтанудан кейін күте тұрғаныңыз абзал. Егер де дәрілермен шай ішетін болсаңыз, шайдың құрамындағы илік заттар дәрінің дұрыс игерілмеуіне апаратын тайин бөледі. Сондықтан қытайлықтар шай дәрілерді бұзады деген кеңес айтып отыр. Шайды ыстықта ішуге болмайды, өйткені ыстық шай кеңірдекке аш жолы мен асқазанға кері әсер етуі мүмкін. Ұзақ уақыт ыстық шай ішу ішкі органдарды ауруға ұшыратады. Температурасы 62 градустан жоғары шай асқазанды бұзады. Шайдың температурасы 56 градустан аспауға тиіс. Шай дайындау үшін суды ұзақ қайнатқан дұрыс. Болмаса шайдың фенолы, эфирлік компоненттері қышқылданады. Шай тұнықтығынан дәмінің сапасы мен хош иісінен айырады. Шайды бірнеше рет қайнатып ішуге мүлдем болмайды. Әдетте 3-4 рет қайнатқаннан кейін шай жапырақтарында пайдалы заттардың 50%, екінші қайнатқанда 30% қалады. Осылайша оның құрамындағы пайдалы элементтер біртіндеп азайып, бірнеше рет қайнатқанда ондағы зиянды заттар көбейе түседі. Сондай-ақ бұл сусынды кішкентай шыны аяқпен ішу керек. Сонда шайдың керемет дәмін шын мәнінде сезінуге болады екен. Қандай кезде шай ішпейді? Шайды көп ішетін елдер арасында жүргізілген зерттеулерге сүйенсек, адам басына шаққанда әр қазақ жылына 1-2 келі шай ішеді екен. Қазақтардың шайды қалай ішетіні туралы 19-шы ғасырдың орта шетінде жапондық зерттеуші Китар, қазақтар шай ішкенде уақытты да орынды да талғамайды. Кез келген тамақтан бұрын кейін де шай іше береді деген екен. Сондықтан да әртүрлі қазақстандық дәрігерлер шайды аздап ішуге кеңес береді. Шайдың 7 түрлі түрі бар. Олай болса, олар туралы кеңінен тоқталып өтейік. Көк шай, шай жапырағынан күн көзіне кептірілген түрі. Көк шайдың пайдасы көп. Ол адамды семіртпейді, несеп бөлу мен жүрек бұлшық еттерінің қызметін күшейтеді, қан қысымын төмендетеді, адам жанын сергітіп, сейілтеді. Келесі шайдың түрі сары шай, өте сирек кездесетін және шайдың ең қымбат түрі. Жылына 300-600 келі ғана өндіріледі. Bir ғана жерде, яғни Дуни-Тыху өзені ортасындағы аралда өседі. Өте қатқыл, әсері күшті. Дайындау тәсілін қытайлықтар өте құпия ұстайды. Адам қуатын тез арада қалпына келтіреді деседі. Ұлын шайы, жартылай ферментті, ашық түсті, бас пен ми жұмысына күш түскенде өте жақсы жәрдемдеседі. Келесі кезекте қызыл шай, біздше қара шай. Күшті ферменттелген шай, бұл да көк шайға жатады, бірақ жиналғаннан кейін өте жоғары температурада кептіріледі екен. Келесі қара пауэр шайы, тым сирек кездесетін сорт, жылына бірнеше келі етіп қана жасайды. Бұл шай кездейсоқ дайындалған, шай плантациясында дүкендерге әкелгеннен кейін жаңбырасында қалып қойып, қатты дымқылданған. Сөйтіп бірнеше жылдар бойы қожайынның қоймасында жатқан, кейін шайдың бірі қорабын алып, дәмі көргенде қожайынның шалқасынан түсе жаздапты. Яғни пауэр деп отырғанымыз уақыт өткен сайын бағасы құндылығы өсіп келе жатқан шайдың жалғыз түрі. Ол шайдың басқа шай түрлерінен әсері өте күшті. Олай болса, осыдай шайларды татып көруге
кеңес береміз. Денсаулық адамға берілген өте қымбат сый. Сондықтан да аурулардың алдын алу үшін дәрігер мамандардың кеңесін сіз өздігінен өңдеу жолдарын қолданбағаныңыз жөн. Бүгінгі видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Сіздермен бірге денсаулық зор байлық арнасы.